Реалдың бразилиялық ойыншылары Неймарды Мадридтік командаға шақыруда. Хосе Гвардиола Холланд пен Мессиді салыстырып көрді. ПСЖ-ның жазғы трансфері терезеге деген басты мақсаты қай ойыншы болып отыр? Осы және өзге де қызыққа толы жаңалықтар біздің бүгінгі видеода. Әрбір жаңадан тіркелген көрермендеріміз және де бізге қолдау танытып жатқан жазылушыларымызға үлкен алғыс білдіреміз. Келесі видео шыққанға дейін 1000 лайк санын жинап тастайық. Сіздердің әрбір басқан лайктарыңыз өте маңызды. Жаңа көрермендерімізден сұрайтынымыз біздің арнаға жазылып, қоңырау түймешесін басып қоюда ұмытпаңыздар. Ендеше біз бастаймыз. Мюнхендік Бавария клубы Челсидің шабуылшысы Кай Хаверцке қызығушылық танытуда деп мәлімдеуде 90 min баспасы. Мәліметтерге сәйкес немістік ұжым ойыншының жазғы трансфері терезеде қатарларына қосып алу нұсқасын қарастыруда. Баварияның сапында Хаверц Томас Мюллердің орнын алмастырушы атануы мүмкін делінуде. Осы маусымда 41 матчқа қатысқан шабуылшы 9 голды соғып және бір нәтижелі пас жасап ерекшеленген. Оның Лондонда клубпен келісім мерзімі 2025 жылдың жазына дейін негізделген. Ағылшындық футболшы Букайо Сака Арсенал клубымен жаңа келісім шартқа отыруға жақын. Осы жайында Talksport баспасы хабарлауда. Деректерге сүйенсек, жаңа келісім шарт 2028 жылға дейін негізделмек. Және бұл келісім арқылы Сака Лондонда команданың сапындағы ең көп жалақы алатын ойыншы атанатын болады. Клуб футболшымен жаңа келісім шарттың ресми түрде орын алғандығын осы маусымның соңына дейін жариялап үлгеруді жоспарлауда. Букайо Саканың канонерлік ұжыммен қазіргі келісім шарты 2024 жылдың жазына дейін жарамды. Мадридтік Реал клубы Барселонаны Ла Лигада жеңімпаз атанғандары үшін құттықтады. Айта кетсек, каталондық ұжым Испания чемпионатында тарихтағы 27-ші жүлдегеріне қол жеткізді. Барселонаны Ла Лиганың 2022-23 жылғы маусымда чемпион атанғандарымен құттықтаймыз. Делінген екен патшалық клубтың Twitter парақшасында. Бір қызығы, өткенде Реал Испания кубогын жеңіп алған кезде Барселона оларды алғаш болып құттықтаған еді. Ал енді Мадридтік Реал Барселонаны Ла Лигадағы жеңістерімен құттықтаған алғашқы команда атанып отыр. Тоттенхем Хотспордың қақпашысы Уго Льорис Еуропадан кетуі ықтимал. The Times баспасының мәліметіне сүйенсек, Франция құрамасының бұрынғы капитаны мансабын әрі қарай Сауд Арабия елінде жалғастыруы мүмкін. Аталған елдің клубтарының бірі голкиперге үлкен көлемдегі қаражатты жалақы етіп төлеуге әзір. Уго Льористің Тоттенхеммен келісім мерзімі 2024 жылға дейін жарамды. Манчестер Ситидің жаттықтырушысы Хосе Гвардиола норвегиялық шабуылшы Эрлинг Холландты әйгілі Лионель Мессимен салыстырып өтті. Ешкімде Мессимен теңесе алмайды және ешқандай салыстырулар бұл жерде Эрлингке көмектеспейді. Бірақ голдар мен менталитет тұрғысынан көруге болады. Месси дәл осындай нәтижелерді әр маусым сайын 15 жылдай бойы көрсетіп келді. Енді қазір Холланд соғылған голдар бойынша соған ұқсас үздік деңгейді көрсетуде. Ол әр матчтай дерлік гол соғуда. Холландта әр ойын сайын 1-2 голдан соғарлықтай мүмкіндіктері бар. Дегенмен Месси алаңда көру, дриблинг, пасты асыру және осы секілді басқа да қиын нәрселер тұрғысынан алғанда ерекше шүбәсіз ойыншы. Эрлинг барынша Мессиге жақындай алады деген ойдамын. Бұл оның өзі және біз үшін де керемет болады. Деген екен Хосеп Гвардиола. Ливерпуль клубы Интердің жартылай қорғаушысы Никола Бареллаға қызығушылық танытуда. Футбол Инсайдер баспасының ақпараты бойынша бұл трансфер алдағы жаз айында орын алып қалуы мүмкін. Нерадзурилік ұжымға келетін болсақ, олар егер де финанстық тұрғыдан тиімді ұсыныс келіп түсетін болса, ойыншыны жіберуге келісуге дайын. Осы маусымда барлық турнирлерде 46 матчқа қатысқан Барелла 8 голды соғып және 9 голдық пас жасап көзге түскен. Челси ұжымы аргентиналық маман Маурисио Почеттиноны жаттықтырушы етіп тағайындау шешімін қабылдаған. Осы жайында инсайдер Фабрицио Романо хабарлауда. Деректерге сүйенсек, тараптар ортақ келісімге келіп қойған. Аргентиналық бапкер Лондонда клубтың тарапынан келіп түскен ұзақ мерзімді келісім шартқа қол қояды деп күтілуде.
Осы маусымның соңына дейін ағылшындық маман Фрэнк Лэмпард команданы тізгіндеуді жалғастыра беретін болады. Ал Почеттино өзінің жаңа командасындағы жұмысына маусым айынан бастап кіріспек. Және ол қазірден бастап клубпен трансферлік стратегия жағын талқылауға кіріскенде екен. Барселона ұжымы француздық шабуылшы Осман Дембелемен жаңа келісімшартқа отыруға мүдделі деп хабарлауда Diario Sport баспасы. Баспаның ақпараты бойынша каталондық ұжымның өкілдері футболшының агентімен алдын ала келіссөздер жүргізіп көргенде екен. Жаңа келісімшарт 2027 жылға дейін жарамды болады деп күтілуде. Француздық футболшының Барсамен қазіргі келісім мерзімі 2024 жылдың жазына дейін жарамды. Лондондық Челсидің жартылай қорғаушысы Матео Ковачич команданы сапынан алдағы жазғы трансферлік терезе кезінде кететін сыңайлы. Осы жөнде The Guardian баспасы мәлімдеуде. Ақпараттар бойынша хорватиялық ойыншы клубпен 2024 жылы мәресіне жететін келісім шартын ұзартудан бас тартуда. Осындай үлгіде аристократтық ұжым футболшыдан су тегінге айырылып қалмасы үшін, оны алдағы жазда арзанға болса да сатып жіберуді қарастыруда. Жартылай қорғаушыға Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед және де Бавария клубтары қызығушылық танытуда. Ағымдағы маусымда 29 жасар ойыншы барлық сайыстарда 35 кездесудің қатысушысы болған. Челси клубы Баварияның шабуылшысы Садио Манеге қызығушылық білдіруде деп мәлімдеуде Football Insider баспасы. Мәліметтер бойынша ағылшындық клуб футболшыны алдағы жазда өз саптарына қосып алу жағын қарастыруда. Мюнхендіктер сенегалдық шабуылшымен қош айтысуға дайын, дегенмен оны 35 миллион еуроға бағалауда. Сонымен қоса Манеге Ньюкасл клубының да қызығушылығы бар. Ағымдағы маусымда немістік командада 37 кездесудің қатысушысы болған Мане 12 гол және 6 голдық пасты өз пайдасына еншілеген. Парис Сен-Жермен командасы Манчестер Ситидің жартылай қорғаушысы Бернардо Силваны өздерінің алдағы жазғы трансферлік терезеге деген басты мақсаттары ретінде қарастыруда. Осы жайында Le Parisien баспасы хабарлауда. Ақпараттарға сәйкес португалдық ойыншы Париждік клубтың сапында командадан алдағы жазда еркін агент ретінде кетуі әбден мүмкін Лионель Мессидің орнын алмастырушы атануы ықтимал. Осыған дейін Бернардо Силва жаңа шақыртуды қабылдап көру үшін ситилік командадан кетуге дайын делінген сыбыстар таралған болатын. Ағылшындық ұжым португалдық ойыншыны 80 миллион еуродан жоғары сомаға жіберуге келісулері мүмкін. Оны Манчестер Ситимен қазіргі келісім шарты 2025 жылдың жазына дейін жарамды. Парис Сен-Жерменнің шабуылшысы Неймар Мадридтік Реалдың сапына ауысуы мүмкін. Осы жайында Todo Fichajes баспасы хабарлауда. Деректерге сүйенсек, Мадридтік Реалда өнер көрсететін бразилиялық ойыншылар бұл трансфердің орын алғанын қалауда. Тараған ақпараттарға сәйкес олар клуб басшыларына Неймарды шақырту бойынша өтініш білдіруде. Бразилия ұлттық құрамасында ұзақ жылдар бойы бірге ойнап келе жатқан ойыншылар Неймардың келуі патшалық командаға пайда келеді дегенге сенімді. Соңғы кездері Неймар маусым соңынан кейін PSG-ның сапынан кетеді деген ақпараттар күннен күнге көптеп таралуда. Ал осымен біздің бүгінгі жеткізген футбол жаңалықтары топтамасы аяқталды. Лайк басу, тіркелу және қолдау көрсетулеріңіз маңызды. Ал бүгінге осы, келесінде кездескенше аман сау болыңыздар. My life is lovely now, I'm focused on me.